Осыдан бір жыл бұрын, Ирина, дәл сенің туған күнінде 5 мамырда дүние салды. Күн өте суық болатын, қар жауап тұрды. Еске алып келеді не? Күнде гимназияда болып, кешке дейін сабақ беретіндіктен де ойнемі басым ауырады, және кәрілік жеңген жан сияқты басыма небір ойлар келеді. Тек күн санап өсіп және нық бекіп келе жатқан жалғыз ғана арманым. Мәскеуге кетті. Үйді сатып, бұл жерден бір жола қоштасу. Сөйтіп Мәскеуге жол тарту. Иә, тезірек Мәскеуге кету. Мәскеуге. Ағамыз шамасы профессор болады. Ол бәрібір мұнда тұрмайды. Бірақ барлық мәселе байқұс Машаға тығылып тұр ғой. Маша бүкіл жазға Мәскеуге келетін болады. Жыл сайын. Құдай қаласа, бәрі де орын-орнына келер. Лукоморьеде жап-жасыл емен, еменде алтын шынжыр бар, еменде алтын шынжыр бар. Бүгін көңілсізсің ғой, Маша. Ойбай! Ойбай! Әй шырайлар ма? Бір бейтаныс полковник пальтосында шешті, осында келе жатыр. Қане, дайындалыңдар тез. Әй, Аринка, сен кішкене жұмсаққа мәзірет қол жарайға құлдым. Әй, таңға ішетін уақытта болыпты ғой. Ой, құдайма! Вершинин болу керек. Подполковник Вершинин. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Вершинин. Сәлеметсіз бе? Өте қуаныштымын. Сіздерге жеттім ау әйтеуір. Қалай бой жеткенсіздер? Ай-ай-ай, қалай бой жеткенсіздер? Мархабат, өтіріңіз, бізде қуаныштымыз. Мен қуаныштымын. Қандай қуаныштымын десеңіздерші. Сіздер апалысыны үшеусіздер ғой. 3 қыз едіңіздер мен есімде. Уақыт қалай тез өтеді десеңіздерші. Ай, уақыт дегеніміз зымырайды ғой. Александр Игнатьевич, Мәскеуден. Мәскеуден? Сіз Мәскеуденсіз бе? Иә, сол жақтан. Сіздердің марқұм әкелеріңіз сол жерде батарея командирі болды. Ал мен сол бригадада офицер болдым. Ал сіздің жүзіңізді танитын сияқтымын. Ал сіз маған мүлдем бейтаныссыз. Александр Игнатьевич, сіз Мәскеуденсіз бе? Міне күтпеген жай. Біз сонда қош келе жатырмыз ғой. Күзге қарай сонда болуымыз деп айтамыз. Мәскеу біздің туған қаламыз ғой. Сонда дүниеге келдік. Ескі басмандай көшесінде. Ойламаған жерден жерлесімізді көрдік қой. Андрюша, Андрей, мұнда кел. 1 минутқа жарқыным. Андрюшенька. Бұл біздің ағамыз Андрей Сергеевич. Вершинин, Прозоров. Білесің бе, Александр Игнатьевич Мәскеуден. Мәскеуден. Солай ма? Онда құттықтаймын. Енді мені қарындастырым сізге тыныштық бере қоймас. Таңғы ас ішетін уақытта келді. Міне Наталья Ивановна да келді. Сәлеметсіз бе, сүйкімдім? Ой, сәлеметсіз бе? Туғансыз бе? Сіздерде тіпті адам көп екен. Қатты оялып тұрмын. Жарар енді, бәрі де өзіміз. Енді біздің үйіміз қаңырап қалатын болды. Офицерлер кетеді. Сіз кетесіз. Қарындасым күйге шығады. Сөйтіп,
Осы үйде өзім жалғыз қаламын. Әйелің ше? Әйелдің аты әйел. Енді біздің қала қаңырап қалатын болды. Çıktım. Мен қазір келемін. Сен қайда барасың? Енді қалаға баруым. Жолдастарымды шығарып салу керек. Өтірік айтасың. Өзің бүгін бір түрге үйленшексің. Себебі не, Николай? Мен 1 сағаттан соң ораламын. Соң тағы да өзіммен бірге боламын. Кофе ішеміз. Бәрі де біздің ойдағыдай болмай тұр. Мен бастық болғым келмеген, соған қарамастан бастық болдым. Демек, Мәскеудің ауылы алыс деген сөз. Мен қоштасуға келдім. Қош бол! Қош бол! Ұмытпа, хат жазып тұр. Жібер енді, уақытта болып қалды. Ольга Сергеевна, ұстаныңызшы. Мен кетуім керек. Маша, жаным сол қой енді. Лукоморьеде жаднасың емен. Еменде алтыншын жыр бар. Еменде алтыншын жыр бар. Мен есімнен адаса барамын. Тыныштал, Маша. Ирина, оған су бер. Мен жылап тұрған жоқпын. Келіңдер, бәріміз бірге отыра тұрайықшы, сөйлей бермей. Ертең мен кетемін ғой. Демек, мен мұнда жалғыз өзім боламын. Ең алдымен мына шырша аллеясын кестіріп тастаймын. Соң мына үйеңкіні. Бұл жердің бәріне гүлдер, әртүрлі гүлдер отырғызуға бұйырамын. Сонда не бір хош иіс шығып тұрады. Өзі қожа, өзі би. Ойбай, Ирина Сергеевна! Не дейсіз? Ирина Сергеевна, бүгін бір жаман күн болды. Сізге қалай айтарым білмей тұрмын, ойбай, ай. Не болды? Тезірек айтаңызшы, не болды? Құдай үшін. Құлыным, жаңа дуэльде барон өлтірілді, ойбай! Жүрегім! Мен білдім. Музыка қалай ойнайды. Олар бізден кетіп барады. Біреуі бір жолақтан мәңгіге кетті. Біз өзіміз ғана қалдық. Өмірімізді қайтадан бастау үшін